ертең қияметтің күнінде Алла Тағала сұрайды дейді құрметті. Адамдардан сұрайды дейді. Қала кам лабистум фил арди адада синин. Сендер мына дүниеде қанша уақытты өмір сүрдіңдер деп сұрайды екен. Көз алдымызға енді ұзақ өмір сүрген пайғамбарымыз айтады: "Амар уммати байна ситтин ва саб'ин." Менің үмметім орташа есеппен 60-70 жыл ғана өмір сүреді дейді. Біз үшін көп сияқты ол, бітпейтін сияқты, бүкіл іс бітіретін сияқты боламыз да. Сонда адамзат не деп айтады, білесіздер ме? 60-70 жыл өмір сүрдім деп айтпайды екен. Қалу лабисна яуман ау бағда яум деп айтады. Мен мына дүниеде жарты күн немесе бір күндей өмір сүрдім дейді екен. Аз да сондай. Қазақ сол үшін қасқағым сәт деген ғой. Мынау адам өзі балиғат жасқа келем дегенше 15-16 жасқа келіп қалады екен өзі. Адамның бұл дүниеде 3-тен 1-і немен өтеді? Немен өтеді? Ұйқымен өтеді. Сөйтіп жүрген кезде адам 35-ке келеді екен. Әлі амалымыз жоқ әлі. Дүниені тіршілемей жүрміз. Адам өмірінде орташа есеппен 8 сағат жұмыс істейді екен. Адам солай жүрген кезде 55-ке келіп қалады екен. Жұмыстың ғамымен, дүниенің тіршілігімен да, көрдіңіз бе? Кейін осындай дастархан басымен, асхана мен әжетхананың арасында жүрген кезде адамның 2 жыл өмірі өтіп кетеді. Адам қаншаға келді? 57-ге келді. Кейін осылай отырып әңгіме айтатыны бар, YouTube көретіні бар, телевизор көретіні бар, TikTok көретіні бар, Instagram келетіні бар. Сонда барлығын қосқанда адам 59-ға келіп қалады екенбіз. 59-ға. Қалай өткен білмей қаламыз. Енді сол балиғат жасынан бастап, туылған жасынан бастап, егер адам 5 уақыт намаз оқыған болса, соның барлығын өмір бойы қосатын болса, соның барлығы бір жыл ғана болады. Бір жарым жыл болады екен. Адам сол мен туылғаннан намаз оқып келе жатырмын деп көкірегін қаққан адам бір жарым жыл намаз оқыған болады екен. Әр намаздан 5-10 минуттан қоссаңыз, сол жасқа барады. Ал енді мынау біздің мына дүниедегі біздің жаңағыдай 50 мың жылымыз ақыреттің бір жарым күн болады екен. Бір жарым күн. Енді ғалымдар есептейді да, бір жарым күн. Сонда 50 мың жыл ақыретте бір жарым күн болса, біздің мынау 100 жылымыз ана дүниеде қанша уақыт болады десе, бір жарым секунд болады екен. Біз 100 жыл өмір сүре аламыз ба? Алла біледі. Пайғамбар айтты 70 жыл деді, 60 жыл деді. Сонда 60-70 жыл өміріміз Алланың алдындағы 1 секунд екен. Біздің өміріміз Алланың алдында ақыреттік өмірмен қанша болып отыр уақыт? 1 секунд, бір жарым. Ал сол өміріміз, 70 жыл өміріміздің ішіндегі 1 жыл құлшылығымыз Алланың алдында қанша уақыт болады? Жоқ қой, жоқ. 0, жоқ. Біз сол үшін қандай амал жасасақ та, біз тәкаппарланып, мен бір нәрсе істеп жатырмын деп көкірегімізді қағуға хақымыз жоқ екен. Сол үшін біз әрдайым Алланың мейіріміне не істейміз? Алланың мейіріміне ұмтыламыз. Интернетте көріп отырмыз, бір апа 113-ке келген ба, 103-ке келген, кәлима шахадат айтып мұсылман болып отыр ғой. Алла Тағала 100 жыл жасаған күнәсін кешіріп, анасынан туылғандай қылып жәннатқа кіргізеді. Көрдіңіз бе?